аты жөнін айтудан бас тартты. Әйелдің тамақ әкеліп беруін өтінеді. Бірақ әйел бірнеше тұрғындармен сол жерге қайтып келгенде құбыжық жоғалып кетеді. Содан кейін 70-ші жылдарға дейін көлдің маңайында адамдарға ұқсас, бірақ өте жағымсыз тіршілік иелері көп кездесетін болды. Сонда біреу, бәлкім олар сол көлдің маңайында жоғалып кеткендер болса ше деген ойға келді. Бұндай жағдайлар әр уақытта болады. Соғыстан бұрын аймақта адамдар 2 рет жоғалып кетті. Соғыс кезіндегі жасөспірімдердің оқиғасы. Соғыстан кейін келушілермен тағы да 3 оғаш оқиға болды. Дегенмен бұның әйгілі оқиға екендігін бәрі біледі. Әйтсе де бұл көлге баруға кімнің батылы жетер дейсіздер? Олар тіпті мәйіттерді іздемеген. Із-түзсіз жоғалғандардың туыстарына іздестіруді тоқтатуды айтып көндіруге дейін барған. Қалай адамдар бұндай құбыжықтарға айналуы мүмкін? 80-ші жылдардың аяғында Эноло аймақтарын іздеуге келген уфолог бұл сұраққа жауап беруге тырысты. Ол құрбандар қатты сәулеленудің әсерінен сыртқы келбеттері өзгерген деп жауап берді. Бірақ олар су астына қалай пайда болды? Қалай аман қалды? Және радиациялық көздің аймағында қалай ұзақ өмір сүрді? Уфолог көлдің аймағында Эноло қонды деп болжайды. Мүмкін ол апатқа ұшырады, немесе ауданды зерттеу үшін қалды. Ол қайда? Бәлкім көлдің түбінде деген болжамға келеді. Уфолог жергілікті тұрғындардан көлге бұрын-соңды бірде-бір оғаш заттар құлаған емес пе деп сұрастырып жүрді. Ал басқалары 18-ші ғасырдың басында көлге қайықтың батып кеткенін жайлы жеткізді. Бірақ ешкім егжей-тегжейлі еске түсіре алмады. Ол кімнің қайығы, қандай жағдайда болғанын. Жалпы айтқанда баяғыда болған оқиға. Алайда қыңыр уфолог инфрақызыл радиациялық қондырғылардың көмегімен көлдің түбіне зерттеу жүргізіп өз дегеніне қол жеткізеді. Куолаерби көлдің астында белгісіз темір құрылымдарын байқайды. Суреттерде олар анық көрінбейді, бірақ бұл үзінділер қайыққа мүлдем ұқсамады. Темір бетінде тоттың ізі көрінбеді. Көлдің қарапайым тұрғындарынан басқа айналада тіршілік иелері болмады. Бөтендер мен мутанттардың да іздері байқалмады. Алайда уфолог осы бөліктерде 10 жыл ішінде таң қаларлық ештеңе болмағанын біліп, жаңа нұсқасын ұсынады. Өзге ғаламшарлықтар өз тіршіліктерін аяқтады. Тәжірибе жасап жүрген мутанттар да олармен бірге өлді. Қалдықтары кеменің ішінде болуы мүмкін, соған қол жеткізу керек. Ауыл тұрғындарының бұл ойға құштарлығы жоқ еді. Көлге қатысты ырым-жырымдар әлі де күшінде болды. Бірақ бәрі күтпеген жерден шықпағанда, уфолог өз дегеніне қол жеткізер еді. Уфолог көп ұзамай көптеген зерттеушілермен және жаңа жабдықтармен көлге түсуге ниет білдіріп кетіп қалады. Бірақ сол күйі ешқашан оралмайды. Өзі тұрған қалада жүрек талмадан қайтыс болады. Оның достары уфологтың өліміне дәл сол өлім көлі қатысты деп санайды. Содан бері көлде ешкім зерттемеген. Адамдар әлі күнге дейін көлге жақындаудан қорқады. Оның түбінде не жасырылған? Қайтыс болған өзге ғаламшарлықтар, немесе сәтсіз келген роботтармен бірге радиоактивті ғарыш кемесі, адамдарға үрей тудырып, жағаға шығуды күтіп тұрған мутанттар ма? Немесе ештеңе жоқ. Және барлық құбылыстар бір-бірімен байланысты емес шығар. Қалай болса да өлі көл әлі күнге дейін құпияны сақтауда.